Қайырлы күн, менің каналымның көрермендері. Бүгін мен сіздерге осындай салфетка, подставка деп жатады, жаңа тәліктің астынан қоятын, осындай тоқуды көрсететін боламын. Бұны мен осындай 2 мм шнурдан тоқыдым. Және де басқа да салфеткаларын таныстырайын. Осындай әдемі салфетка. Бұны тулип жіптен тоқыдым. 2 жіп қабаттап тоқыған болатын, өте әдемі. Менің салфеткаларым ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпайық. Және де осындай мерсерленген мақта жіптен тоқыған болатынмын. Енді тоқымамызға кірісейік. Осылай бірінші шеңбер жасап аламыз. Осы шеңберден крючокты өткізу арқылы 3 воздушный петля тоқимыз. 1, 2, 3. Және накид, столбик с накидом 12 штук шеңберді айналдырып 12 штук столбик с накидом тоқитын боламыз. Және мына жібімізді осылай тартып аламыз. Мен осындай тоқып алдым 12 штук. Енді мына жіпті ортасына жіберу арқылы бекітеміз. Бірінші столбик с накидом жаңағы тоқыған воздушный петлямызға бекітеміз де, енді 3 воздушный петля тоқимыз. Енді әр бағаннан 2 столбик с накидом тоқитын боламыз. Әр бағаннан 2 рет столбик с накидом. Сонда бізде 24 столбик с накидом шығады. Төртеу болды. Міне осы жерден столбик с накидом. 2, біреу және 2. Осылай 24 столбик с накидом тоқитын боламыз. Міне мен соңына келіп жеттім. 24-ші бағанды тоқып жатырмын. Және бастапқы бағанға осылай бекітеміз. Бұл менде 2-ші қатар, енді 3-ші қатар тоқитын боламыз. 1, 2, 3 воздушный петля, 1 столбик с накидом. 2-ші бағаннан 2-ші бағанға уже 2 столбик с накидом тоқитын боламыз. 1, 2. Бір жерден 2 столбик с накидом. 1 столбик с накидом тоқимыз. 2-ші бағанға уже 2 столбик с накидом тоқитын боламыз. Осылай 12 баған қосып отырамыз. 4-ші бағанға келдік. 4-ші бағанда да 1 столбик с накидом, 2 столбик с накидом. Міне 3-ші көрініп тұрғандай, міне 3-ші столбик с накидом 2 тоқитын боламыз. Әр қатарда жаңағыдай 12 столбик с накидом қосып отырамыз. Міне көрініп тұрғандай В тәріздес қосылған жер көрініп тұрады. Сол жерден 1 столбик с накидом қосамыз. Сонда әр қатардан 12 столбик с накидом қосатын боламыз. Осылай 9 қатар шеңбер тоқимыз. Міне мен осындай 9 қатарлы шеңбер тоқып алдым. Енді узорымыз тоқитын боламыз. 2 воздушный петля тоқимыз. Және оған қосып 3 воздушный петля тоқитын боламыз. 3. Енді жаңағы 2-ші воздушный петлядан өткізу арқылы 1 баған тоқимыз. Накид арқылы. Крючогымызға накид жіптелеміз. 1-ші воздушный петлядан өткізу арқылы 2-ші бағанды тоқимыз. Осылай 1-ші неміз дайын болды. Енді 2 баған тастаймыз. 3-ші бағаннан 2 баған қалдырамыз. 3-ші бағаннан 1
столбик с накидін тоқимыз. Енді 3 воздушный петля жаңағы тоқыған бағанынан өткізу арқылы 2 столбик с накидін тоқитын боламыз. Біреу, екеу. Тағы бір көрсетейін. 2 баған тастаймыз. Үшіншіні 1, 2. Екеуін тастаймыз да, үшінші бағаннан столбик с накидін тоқимыз. Енді 3 воздушный петля жаңағы тоқыған бағаннан өткізу арқылы 2 столбик с накидін тоқитын боламыз. Біреу, екеу. Бізде осындай узор пайда болады. Бірінші қатардың соңына келдім. Осындай бірінші тоқыған узорымызға осылай бекітеміз. Және мына ортасына өту үшін без накиді осылай өтетін боламыз. Мына жерге жету үшін білдіртпей өтеміз де жаңағы жерге ортасына 2 узорның ортасынан 3 воздушный петля тоқитын боламыз. Бұл бізде екінші қатар. 2 воздушный петля және 3 воздушный петля тоқып, жаңа екінші воздушный петлядан столбик с накидін, бірінші воздушный петлядан столбик с накидін тоқимыз. Ортасында. Енді 1 воздушный петля, екінші 2 узордың ортасынан өткіземіз. Екінші узорымыз. 1 столбик с накидім, 3 воздушный петля, накид бағаннан өткізу арқылы 2 столбик с накидін тоқимыз. Осындай 1 воздушный петля. Біріншісінде воздушный петля тоқымады, екіншісінде ортасына 1 воздушный петля жібереміз. Өйткені не болып кетеді, айтпаса тарылып кетеді. Екінші бағанда уже воздушный петля жіберіп отырамыз ортасына. Осылай қажетінше қанша қатар тоқысаңыз да тоқитын боласыздар. Айналдырып осылай соңына келіп бекітесіздер де мына қатарға өтіп, 3-ші қатар тоқисыздар. Қалаған қатарларыңызға дейін тоқи бересіздер. 5-еу тоқисыздар ма, 4-еу тоқисыздар ма. Менің салфеткаларым ұнаса, комментарийға жазыңыздар, бөлісіңіздер. Рахмет.